Жөніңізді айтып қойсаңыз? Жоқ, ой тұрсаңыз, бұл неге мен білет дейді? Сіз кімсіз мені білет дегідей? Шығырам мен. Бұл іштеген болса мен 15-20 жыл іштеген журналистикада. Жоқ. Шеф, қой тұрсаңыз, неге мені оскорблять етеді, неге мені білет дейді бұл кіші? Неге мені білет дейсіз сіз? Телефон, шеф. Интернетке шығады бұл. Сөз, мен генерал прокурор президентке шен қайрылым керек болса. Қолыңары қой бергілі. Мұнеке Баткен аэропортына стратегический объект, бұл жерде азыр прокуратураның өкілдері келіп алып мені. Телефонды қармаңыз, шеф, телефонды қармаңыз, запись кетті. Көрсіңіз? Запись кетті. Мұнеке азыр прокуратура тарауына мені билеттеп сөгіп, начальник аэропортты, бұл жерде прокуратураның өкілі. Барыңар интернетке шығасың, надо будет президентке чайын қайрылам. Мыйзам бұзу ушул жерден башталат. Мінеке азыр форма кийген киши. Мен қолымда телефонға тиішпегілі ақыңар жоқ. Это личность. Мен ушул киши үшін мен қызматтан бошоңға да даярмын. Егерде мені ушул билет деген сөз үшін маған жооп берсин бұл киши. Сіз аты жөніңіз кім? Жоқ, аты жөніңіз кім? Мінеке күбөлөр турат азыр. Мінеке Ош аэропортының шеф, қой тұрсаңыз? Мен аяғына чейін жеткен бұл кішін. Мен кете тұрған болып қалсың деп тойып қалыпсың дейсіз. Жоқ, сіз қой тұрыңыз ағыр болспай. Сіз кемсіз маға билет дегедей мені. Сіз ені үшін келіп алып, аэропорттың ішінде мені билет деп айтасыз. Сіз кемсіз. Мыйзам алдында бардығыз бірдейсіз. Президент айтқан азыр коррупцияға жол жоқ ешқандай. Бұл машиналар, бұл уналар біздің. Ошки филиалдың уналар біз прямой ошқа баш ебіз. Бұлар бізге тексеруге келген бұлар. Аэропорттың бұларды болады, уставта бар бізде. Сіз еме сөзіңізге жооп беріңіз. Сіз мо форма менен, ені үшін маға билет деп сөгін ұтасыз. Сіз сөгін ұтасыз. Бұл жерде ма екі адам, екі көйлер тұрады. Сіз билет деп ұтасыз азыр. Жұмысынан айырылып қалың келді, тойып қалың деген сөздерді айтасыз. Қандай сөз болған жоқ. Керек болса президенттің өзінде да кіргенге мүмкіншілік аласыз. Сөз болған жоқ. Қандай сөз болған жоқ. Андай сөз болған жоқ па? Сіз сөзіңізге жооп беріңіз. Мен аншалық гипске тұрып етілем, ше? Сіз сөзіңізге жооп беріңіз. Сіз формаңызға таянып, мыйзам сіздер тарапта іштейбі, мыйзам сіз тарапта іштейбі. Ел үшін іштейді. Мыйзам ел үшін іштейді. А эмне үшін келіп алып сіз маға оскорблять етесіз? Бұл территорияға авиационный безопасностьқа мен ғана башыменен жооп беремін. Мәселелер не тұрады деп сұрап қойдым сізден. Егерде сіз ошентип мен арқам киреше тұрыңыз, мен бұл іште таштап кеткенге даярмын. Мен даярмын. Себебі мен мыйзам алдында, өлкө алдында, ел алдында мен ачык жана акыйкат чын иштеп атам. Сіздерге окшогон, мондай сіздерге окшогондордун айынан бизге жаш кадрлар талкантат. Президент айткан азыр. Жаш кадрларды колдойлу деп атат. Мынакей сиз формаңызды келип алып, авиационный безопасностька бул жерде мен жооп берем. Жетекчиңиз менен турам мен. Мен жетекчи менен турасыз. Мен жетекчинин алдына келип алып, мени оскорблять этип атасыз. Сиз муну мыйзам алдында жооп бересиз, сөзсүз түрдө. Ат фамилияңыз ким сиздин? Рахмат сизге. Ким ат фамилияңыз? Ол прокурор. Қалмұрзаев, бывший Абиш Қалмұрзаевтың губернатордың енесі болса, бір туған енесі болса. Ал кишинде қандай жүрген журналисттер жақсы біледі. Қантип жұмыстан кеткенде. Эми сіз мынау айтқан сөзіңізге жооп бересіз мыйзам алдында. Жоқ, мен сіздің үстіңізден военный прокуратураға жазам. Сөз тура, сіз мыйзам алдында жооп беришиңиз керек. Жаман сөз айтқан деле жоқпын. Сіз мені азыр бұл сөзіңіз менен қандай атырылып? Мен жөнлі келген объектке атырылам ба? Мен машиналар не тұрады деп сұрап қойған үшін атырылып отырсыз. Сіз аға чейін телефонын көтіргенге чейін сіз айтып отырсыз. Сіз айтып отырсыз. Келіп алып тұрып, білет, сен не тойып қалдың ба? Начальнигіңіздің алдында мен ошентпек деп сөгін отырсыз маға. Сіз анда сөгінге оқуыңыз жоқ. Начальнигіңіздің алдында ошентпек белем мен. Начальник алдында айтып отырсыз? Жоқпын мен. Начальник алдында айтып отырсыз. Сіз мені альды оскорблять етпейсіз. Сіз кімсіз? Мыйзам алдында барыз бірдейсіз. Сіз формаңызға таянып мені қорқытасыз ба? Мен даярмын ушул жұмысымды жоғалтқанға егер де мыйзам иштебесе. Керек болса президентке чейин